Міне құрметті ағайындар, ассалаумағалейкум. Кештетіп жаңағы үйге біткен үйімізге келдік. Кіреберіс жерден бастап көрсетейін сіздерге. Міне кіреберіс жерде прихожный. Мына жерде двойной есік қойылған. Стена мокрый щелк. Мына жерде входной есік. Былай қарай душевой. Ванна комнатасы санузел. Арестон. Туалет. Мына жерде кейін стекломен жасалатын жерлер бар. Мына жерге раковина тұрады. Сонда мынаның бәрі астында қалады. Стенасы 1:20-ға 60 керамогранит. Үсті декор панель. Мына жерде сушилка. Астың бәрі теплый пол. Бізде былай қарай кірген кезде мына стенаны осылай декор стена қылып жасадық. Ромбик айна қойылды. Стена бұл жерде краска, супермоющий, одан кейін песок. Одан кейін мына жерде латун қойылды. Жанына подсветка. Ортада панель. Мына жақта мына жерде кең көрінсін деген оймен жасалған. Потолоктың бәрі подсветкамен қойылды. Мына жерде заказбен двойной есік жасалды кухняға. Былай қарай уже кухня. Мына жерге керамогранит қойып қойдық. Фартукты гарнитурдан кейін жақсы көрінетін болады. Мына жақта мойка жағы. Бұл жақта да гарнитур қойылады. Мына жерде арканы осылай коронамен жасадық. Іші ЛДС па? Короналар МДФ. Мына жақта холл. Полдың бәрі 12-лік ламинат. 33 класс. Рампаның ішінің бәрі песок. Латун. Қалған жерлері мокрый щелк. Подшторканың бәрі 20 сантиметрде қалды. Кейін шторка қойылғаннан кейін артқы қуысы көрінбей тұратын болады. Мына жер ТВ-зона, гибкий мрамор және панель, жанында латун бар. Мына жақта уже зал бөлмесі. Бұл жақта да полный молдинг жүрді. Ортасын барлығы песок. Жан жағы супермоющий краска. Ал мына стенаны өзгеше жасадық. Кішігірім подсветкамен қойылды. Жидкий мрамор жасадық бұл жерге. Жанында подсветка. Ары қарай біз екінші этаж, екінші қабатқа шығамыз. Мына жерде астының бәрі гипсокартонмен обшивать етілген. Үсті краска, песок. Мына жерге осылай люк есебінде есік қалды. Ішінде майда шүйде зат қоюға болады.
лестница. Осылай жарға екі подсветка қойылды, светильник. Мына жақта екеу, мына жақта екеу. Ортада үлкен люстраға. Лестницаның бәрі дуб ағашынан жасалған. Жақсы качествода. Үстіңгі этажға көтерілгенде осындай тағы да холл бар. Бұл жерде астыңғы этажбен біріккеннен кейін екеуінің бірдей светті жібердік. Мокрый шөгіде песоктары да, латундары да бірдей. Міне, ТВ зонада дәл солай. Мына жер прямой потолок. Екі молдинг жүрді, потолочный, үлкені, кішкентай. Одан кейін галтелді подсветкамен қойдық. Көрінісі. Есік на бірінші спальный. Жақтарда енді свет жоқ. Бұл жақ обой. Бұл жерге де подшторка қалған. Мына жер арка. Бұл да МДФ. ЛДСП. Мына жер коридор. Мына жақта екінші спальный. Детский. Мына жақта үлкен спальный. Стена супер моющий краска болды. Бұл жерге де мына жерге подшторка жасап жібердік. Мына жер алдында көрген кісілер болса, мына жер қабырға жар болатын. Алып тастап, осылай кеңейтіп жіберген жұмыстар. Міне нақтың бары подшторкаға қалған. Бұл жақта балкон есебінде жасалған дүние. Ары қарай бұл жер сырт. Ал мына жақта гардероб орналасқан. Ең соңғы комнатада. Бұл шағын комната. Төбеде жоғарыға шығатын люк қалдырылған. Ал құрметті ағайындар, барлық ағайындарға жақсы болсын. Баға өздеріңізден бағалап қазақ арнасын қолдап қойыңыздар.